Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайын, алты қанат алашым. Бүгінгі таңда ел арасында, соның ішінде оқушылардың әлеуметтік желісінде тарап кеткен хан лақап атымен белгілі Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайын, алты қанат алашым. Бүгінгі таңда ел арасында, соның ішінде оқушылардың әлеуметтік желісінде тарап кеткен хан лақап атымен белгілі Қасым деген Маңғыстау өнерінің тойын басқарып жүрген азаматтың өзін өзі түсірген видеосы кең таралып, тек қана өнерпаздар арасында емес, халықтың елдің алдында үлкен резонанс тудырып жатқан елге белгілі. Адам айтуға аузы бармайтын дүниені түсіріп, ел арасына таратқан. Бұл азамат Маңғыстау өнерінен, Маңғыстау елінен, Маңғыстау жерінен тәлім тәрбие алған азамат емес. Бұл Маңғыстау өлкесінде туылған да азамат емес. Қазіргі таңда бір қарын майды бір құмалақ шіртеттеп, әлеуметтік желіде, күл елде Маңғыстау өнеріне, Маңғыстау халқына, Маңғыстау асабаларына үлкен сын әңгімелер айтылып жатыр. Біз оған қарсымыз. Ондай азамат той мереке басқаруға ешқандай мүмкіншілігі жоқ. Және осы видеоны таратты деп айыпты болып жатқан жасөспірім азаматтың да болашағы бізді ойландырады. Осының бәрін тексеріліп, зерделеніп, ондай айыпсыз адам айыптанбау керек. Егер осы видеоны қандай мақсатпен таратылғаны бәрі зерделеніп, тек айыпты ғана адам айыбын мойнына арқалау керек. Біз ондай азаматтың өнер жолында, той мерекеде, халықтың алдында жастарды тәрбиелеп, жастарға ұлағатты сөз айта алмайтынына сенімдіміз және оның той басқаруына қарсымыз. Солай ма, жігіттер? Достар, қалайсыздар? Қазақ елі амансыңдар ма? Мына кеше ғана хан деген жексұрын мен әйел бұзақы істеген қылықтары деген адамшылшылық, қазақи нәрсеге жат қылықтар. Ана кішкентай баладан не көріп жатыр? 16 жасар баладан. Ол ескертіп қояйын, мабей құрып бәрімізді шақырамыз ғой кейде. Олар деген көбісі көп балалы балалар ғой, көп балалы үйден шыққан балалар, қосымша жұмыс болып кейде келет бәрімізге де. Еңбегін береміз, мысалы. Ұят қой, мына әпейдік жігіт қалаулымда жүрген жүгірік. Ана істеген қылығың сенің адам емес, малдың соны. Сені Құдайдың жіберген жазасын олай біреуден көруді доғару керек. Кішкентай баланы мойнына іліп қойып, қарап ол жексұрын. Не бір қатын екеуі. Ел шошырлап мәселелер жасап алып, неге біреуден көресіздер? Бұл сіздерге жіберген Аллах тағаланың жазасы. Елге күлкі болсаңдар, сондай әрекетке бармау керек. Адамнан тығылғанмен Құдайдан тығыл алған жоқсың, Құдай қалай екен? Құрметті құзырлы орган, біздің Маңғыстаудың құзырлы органдары. Маңғыстаудың құзырлы орган ішінде ДВД-да біздің кім ағамыз отыр. Маңғыстаудың адам болғасын ағамыз дейміз ғой, өзіміздің адайдан шыққан алғашқы генерал деді құрметті Сағынбаев мырза, кешіресіз. Осыны өзіңіз под свой контроль алыңыз. Өзіміздің киелі жерімізге келіп, даладан басқа жақтан келіп, көтін ашып видео түсіріп, еще біздің балаға бір какой-то құрттай балаға жала жауып, какой-то оған арыз жазып, еще морально өшіріп алам десе, ол жақсылық күтпесін бүткіл Маңғыстау халқына. Пока үндеуді тек өнерпаздар жасады. Бүткіл біз мұнайшы бар, басқа бар, біз сізге үндеу жасап тоқтамай қояйық. Сондықтан, пожалуйста, мына баланың делосын жабуға, штрафын беруге минимальный образы, сосын мына екі айуанды азғынды елден біздің Маңғыстаудан қуыңыздар. Вот с этим, наверное, только мы халқы успокоимся. Так что көтеңдерін қысқан, өйтіп, ойбай деп на жалость давить етпе, бір саған біреудің көтін жада қатынның яғни сор деген жоқ. 16 жасар балам бір февраль айында бір 20 күн жасады. 20 күн жасады. 20 күнде де онда да тек 3 күн ақ барды қасына. 3 күн ма 4 күн ақ барды. Сонда да ақшасын бермеген, такси жалдап жіберем деп таксидің ақшасын да бермеген, таксиді шақырмаған. Бұл қашып кетеді. Менің балам қыстың күні айдалада, 16 жасар балам тоңып, қалтырап, айдалада тұрып, әрен дегенде такси шақырып, келіп өзім төледім. Сосын айттым, қоя сал, жасамайық та қойшы бұндай адаммен. Белгілі болды ғой, қандай адам екен, қоя сал, жасамайық дедім. Енді міне нәтижесі. Ол телефоны ұстамаса, физай деймін дед, созатын аша алмаса, бұл мен балым аша алмайды ғой затты. Өзінің түрі керек қой оған. Любой адам оны білетін шығар енді, өзінің түрімен ашатын, тек қана өзінің түрімен ашатын. Ол физайден қайда, галерея қайда, галереядан случайно кетіп қалды сен балаңа дейді. Кетіп қалған жағдайда қарамай ма? Соны кетіп қалған жағдайда.
неге қарамайды, мен қандай видео жіберіп жатамын деп. Любой адам қарайды ғой мен қандай видео жіберіп жатамын деп. Бұлардікі жаңа не екен явно білдік қой. Кеше айтады жаңағы өзі айтқан жоқ енді сол жердің бастығы ма замы ма айтып келіп тұр, бізге видео түсіріп берін, кешірім деген дейді. Мен не үшін кешірім видео түсіріп беруім керек? Біз жасаған жоқпыз оны, біз істеген жоқпыз, не үшін кешірім видео жасап беруіміз керек деймін да мен. Менікі дұрыс емес па? Білмеймін. Біз деген шырпыр болып жатырмыз, мына жақта 16 жасар баланы қаралап жатыр, сотқа өтіп кетті, әлі 11 сынып бала, енді ұбт-ға дайындап жүрген бала еді. Болашағы не болады түсінбедім. Кімнен көмек сұрайын білмеймін. Тіпті жаңа сіздің историяңызды қарап отырсам, білмеймін енді. Басымды қайтасып қарармын, не болатынын да білмеймін. Бізге кешірім сұрап берін дейді. Мен кешірім сұрамаймын дедім. Мен баламды да өйтіп видеоға түсіріп кешірім сұрамаймын, мен қарсымын мұндайға дедім. Дұрыс емес па? Не себепті кешірім сұрауымыз керек біздер таратпаған затты? Уже ана көтін жауып жатыр да уже. Бір да бұлар, бір. Білмеймін енді. Басымды қайтасып қарармын, не болатынын да білмеймін. Бізге кешірім сұрап берін дейді. Мен кешірім сұрамаймын дедім. Мен баламды да өйтіп видеоға түсіріп кешірім сұрамаймын, мен қарсымын мұндайға дедім. Дұрыс емес па? Не себепті кешірім сұрауымыз керек біздер таратпаған затты? Уже ана көтін жауып жатыр да уже. Бір да бұлар, бір. Айқайды шығарып ақшасы барлар сөйлейтін заман болды ғой. Не мынау деп. Заң жоқ, заң жоқ екен, ясно, белгілі. Жағдай бойынша видео обращениесін жатырмыз, себебі біздің өзіміздің жеке өзарада түсірген видеомыз тарап кетті интернет желілеріне. Халық көбі түсінбей жатыр, барлығы каким-то образом біз таратқандай хайп үшін деген сияқты. Енді ондай видеомен хайп жасайтын біз енді даты ондай ақымақ емеспіз. Сосын өзімізге түсірген видео, скрытый файлда түсірген видео. Оны менің личный мобилографым, бәрі анықталып жатыр, данный кім екенін біліп отырмыз, сол таратып жіберген. Яғни мен телефонның кодын сол кезде ол білді, ұстап жүрді. Қасымыздағы жау. Сондықтан сіздерден түсіністікпен қарауларыңызды сұраймыз. Мына екі азғынның видеосының кесірінен 16 жасар балаға сотталайын деп отыр екен да, енді үстінен арыз жазған анау мынау худалап үшін моральный ущерб аламыз деген әңгіме ғой. Көге деймін да, қайдағы моральный ущерб айналайын. Екеуің деген кәдімгі порнуха, бір-бірін жаласып соғысып видео түсіріп жатсыңдар, мәзсіңдер, кайфовать етіп, енді соның жазасы мына бала алу керек па? Оның өмірі, болашағы, ертең сотталып кетсе не болады? Кішкене сәл ойлануға болады ғой. Полицияда арыз алып жатқан кезде айтпай ма, по-мужески шетке шығарып, дыхалкістен ұрып, сен екеуің не істеп жүрсіңдер айналайындар. Ана Жан Ахмадиев деген видео шығарып қойыпты өткенде, осыларды қолдайық ағайын деп, мынау Жан, мынау Хан, айналайын, совсем сәл адамда не болу керек қой, жаңағы логика. Несін қолдайсың бұлардың? Қай жерін қолдайсың айналайын ау? Екеуі видео түсіріп отыр ғой, өз еріктерімен, ешкім олар зорлап түсіріп жатқан жоқ қой. Соны түсірмегенде бұл видео шықпайтын еді ғой. Түсінесіз ба? Ол қалай шығып кетті? Оның бәрі әлі анықталу керек. Ол өзі жіберді ма? Жіберсе қалай жіберді? Или басқа жолмен тарады ма? Қандай мақсатпен, қандай намерение болды? Оның бәрі анықталады әлі. Түсінесіздер ма? Сол себепті ол кішкентай баланың өміріне балта шауып ертең екеуінің жаласып соғысқанның кесірінен жаңағы бала жертва болып кетіп жүрмесін. Оны бақылау керек, қарау керек бұны достар.